Өткен жылға есеп беру және жаңа жылға жоспар құруға арналған сабаққа қош келдіңіз. Бұл сабақты мен түсіріп жатырмын. Бүгін 20 декабрь, 20 желтоқсан. Бұл практиканы мен жыл сайын жасап келе жатырмын. Жасап келе жатқаныма биыл 4-ші жыл болатын шығар. Жалпы міне жыл аяқталып жатыр. Жыл аяқталып жатқан кезде біз өткен жылға есеп беруіміз керек. Қандай болды бұл жыл, біз қандай қателіктер жасадық, қандай жетістіктеріміз болды, қателіктерге ой жүгіртіп, жаңағы қандай сабақ алып шықтық бұл нәрседен деген сұрақтар қою керекпіз. Яғни бұл біздің есеп беруіміз 5 этаптан тұратын болады. Бірінші этап өткен жылды толығымен еске аламыз. Екінші этап осы шаққа баға береміз. Қазір менің өмірім қаншалықты дұрыс, қаншалықты мен өміріме көңілім толады. Үшінші этап болашақты бағдарлау. Келер жылдан мен не күтем, келер жылдың қалай өткенін қалаймын деген сұрақтарға жауап береміз. Төртінші этап құндылықтарды айқындау. Біз адам баласы болған соң, біздің сана сезіміміз өскен сайын құндылықтарымыз да өзгеруі мүмкін. Және құндылықтарға да бір назар аударып шығу керек. Бесінші этап мақсат қою. Яғни болашақ жаңа жылда мен не істеп, қандай тірлік атқарып, қалай өмір сүруім керек деген бір мақсаттарды белгілеп аламыз. Адам баласы өсу үшін біз мышленияны өсіруіміз керек. Ең әуелі біздің мышление, одан кейін барып әрекетіміздің нәтижесі бізді өсіреді. Енді сен қаншалықты еңбек ет, қаншалықты пысық бол, сенің мышленияң өспесе, дамымаса, сана сезімің кеңеймесе, өмірдегі алар асуларыңда таяз болады. Сондықтан мышленияға өте қатты назар аудару керек. Енді біз өткен жылға көз жүгіртіп есеп бермесек, біз өзіміздің өсіп жатқанымыздың, қаншалықты өсіп жатқанымыздың дәрежесін, деңгейін бақылауда ұстай алмай қаламыз. Мысалы, мен қазір мен блог жүргізгенде барынша ашық жүргізем және барынша өзімнің ішкі жан дүниемді ашып, бүйтіп сіздерге паш етуден қорықпаймын да, ұялмаймын да. Кейбіреулер оны пайдаланып, жанды жерімді біліп басып ататын кездер болады. Бірақ мен өстіп жан дүниемді сіздерге ашқан сайын көп адамға пайдасы септігі тиіп атқанын байқап тұрмын да. Сондықтан бұл жерде мен өзім мысал ретінде өткен жылда қалай есеп бердім және осы 2024 жылым қалай өткен туралы қысқаша айта кетейін. Мысалы, міне былтыр желтоқсан айында мен Семейде болдым. Ол кезде Тайыр екеуміз квартира жалдап тұрып жаттық. Семейде және ажырасқан әйел болдым. Сол кезде өткен жылды еске алған кезде мен блог жүргізіп, жаңағы Instagram наставничествомен айналысып, жетістік формуласы деген курс өткізіп, жақсы табыс тапқанымды белгіледім. Енді есеп берген кезде қандай қателіктер жасадым, соған көз жүгірттім, шетелге барып келгенімді еске түсірдім. Сосын осы шаққа баға бердім. Сол шаққа баға берген кезде мен байқадым, жаңағы шаршағанымды байқадым жалғыздықтан. Баланы жалғыз өсіру, әйел адамға ұл баланы жалғыз тәрбиелеу өте қиын екенін байқадым. Оған көңілім толмайды, баланы жалғыз өсіруден шаршағанымды білдім деген секілді. Қаншалықты менің өміріме көңілім толады деген сұрақтар қойып баға берген болатынмын. Болашақты бағдарлау. Келер жылға мен жоспар құрдым. Мен көлік жүргізгім келеді. Демек, осы келер жылда мен машинам болғанын қалаймын. Одан кейін кәдімгідей дұға етіп, былтыр мен кәдімгідей ораза ұстағанда ниет етіп, осы отбасылық өмірімді жөндеп берші Алла тағала, маған жақсы жар кезіктірші деп кәдімгідей ниет етіп, болашақта осы 24 жыл менің отбасым, жанымда ер азаматым, көлігім болса екен деп мақсат қойғам. Құндылықтарды айқындау. Енді құндылықтар мен оған дейін менің құндылығым еркіндік деп айтатымын. Еркіндік деген жалғыздық, ешкімге есеп бермеу, не кием, не ішем, қайда қыдырам, не істейм, бәрін өзім білгім келеді деген құндылықпен болдым да. Одан кейін 23 жылдың соңында байқадым, мен құндылығым ауысыпты. Отбасым болғанын қалайым, отбасылық жаңағы тығыз қарым-қатынастар болғанын қалайым деген секілді жаңа құндылықтар пайда болды. Және мақсат қойдым. 5-ші мақсат қойғанда мен осы жылы тұрмысқа шықтым,
жақсы керемет тату тәтті отбасы болып жатырмын. Одан кейін отбасылық құндылықтарымның өскені соншалықты туған әкеммен, өгей әкеммен тығыз жақсы жылы қарым-қатынас құрдым. Қызық болса, енді ол туралы араласпай кеткен әкеңмен қалай қарым-қатынас құру керек деген тақырып сіздерге қызық болса, комментарийге жазыңыздар. Келесі видеоны сондай бір тақырыпқа арнасақ болады. Одан кейін мамаммен өте жылы жақсы қарым-қатынас құрдым. Ата-енем мен деген секілді, бөлелерім, артымдағы бауырларым. Мынау қаңтар оқиғасы кезінде мен жалпы мынау отбасының бір организм ретінде бір-біріне қолдау көрсете білу өте маңызды екенін түсіндім да. Ол бір-біріне қолдау көрсете білетін отбасы болу үшін біз бірінші должны заслужить вот эту вот поддержку, өзіміздің жақсы ниетімізбен, қолдауымызбен, жылуымызбен деген секілді. Сондықтан мынау 24-ші жыл толық отбасылық жыл болды мен үшін. Және мақсаттарымның ішінде права алу, машина жүргізу деген болып еді. Міне права алдым. Осы жылы жаңа салоннан көлік алып айдап жүрмін. Одан кейін енді келер жыл, міне 24-ші жыл осындай болып өтті. Есеп бердім. Алға қойған мақсаттарым барлығын орындадым. Енді мінекей 24 бітті, 25 басталады. 25-ші жылда уже менде жаңа құндылықтар пайда болды. Жаңа мақсаттар. Бұл жылы уже менің мақсаттарым материальный бойынша табыс, ақша. Одан кейін менің бойымда білім көбейді, соны халыққа жеткізсем, бөліссем, жаңағы проекттер халыққа пайдасы тиетін. Сондай уже басқа салаға бұрылды. Сол секілді біз адам баласы болған соң біздің әрбір жылымыздың өзінің бір атауы болады, өзінің бір басты бағдары болады. Мысалы, мына 24-ші жыл маған отбасы жылы болса, биылғы жыл менің ақша табу, табыс табу жылы болады. Оның алдындағы жыл менің психологиялық мен проработка, 20-ші жыл психологтың кабинетінен шықпайтынмын да. Өзімнің ішкі құндылығыммен, проработкамен, травмалармен өте көп жұмыс жасадым. 22-ші жыл қаңтар оқиғасы болып, ол жылы уже год выживания болды. Жалпы тірі қалсам болды, жынданып кетіп асылып қалмасам болды деген жыл болды да. Сөйтіп 22 травма алу жыл болды, 23 проработка жылы болды, 24-ші жыл міне Құдайға шүкір отбасы жылы болды. Енді 25-ші жыл табыс жылына айналайын деп тұр. Мына телефонда мен сұрақтар дайындап қойдым. Әрбір этапқа сұрақтар болады. Және сол сұрақтарды сіз видеоны тоқтатып тұрып жауап бересіз ба, әлде қағазға жазып алып, одан видеоны көріп болғаннан кейін видеоның описаниясына бұл сұрақтарды мен жазып қояйын. Описаниядан оқып жауап берсеңіз де болады, Яғни бұл әрбір сұраққа қолыңызға блокнот алып жауап бересіз. Кейбір сұрақты тез жауап беруіңіз мүмкін 2-3 минут. Кейбір сұраққа бір күнің кетеді. Ойланып, дұрыстап, ой таразысына салып жауап беру үшін. Сондықтан бұл сұрақтарды жазған кезде, қойған кезде былай елестетіңіз. Бұл жерде уже сен деп айтайын, сен деп сөйлейін әрі қарай. Сен екеуміз бір бөлмеде отырмыз. Бір-бірімізге жақсы сенім артамыз. Мен сенің досыңмын, сен менің досымсың, біз бір-бірімізбен сырласайық деген бір форматта өтсін. Бірінші этаптың сұрағы. Осы жылы қандай жетістіктерің есіңде қалды? Осы жылы бәлкім бір бұрыннан жасай алмаған жүрген нәрселеріңді жасаған шығарсың, қол жеткізген шығарсың. Есіңе түсіріп, көз жүгіртіп, осы үшін мен мақтанам, ризамын деп айтшы. Мысалы, 24-ші жылы мен бұрын темекі шегетінмін. Және ол әдетімді біресе қойып, біресе қоймай, біресе 6 ай шекпей, біресе қайтып шегіп кетіп сөйтіп жүрдім да. 24-ші жылы мен уже 25-тен асып 26-ға келдім. Уже жарайды, енді жастықтың буына ысырып, біз көп қателіктерді жас болдық қой деп ысырып қойсақ болады. Енді 26 жасқа келіп, мынандай бір 30-ға қадам басқан ересек адам болған кезінде темекі шегіп жүргенім дұрыс болмас деп, осы жылы мен темекіні қоя алдым. Бұл менің үлкен жетістігім мен үшін. Соны жаздым. Одан кейін, мысалы, спортзалға мен бұрын бір барып, бір бармай, 2 ай барып, 2 ай бармай, сөйтіп өтірік барып, тиіп қашып жүретінмін да. Осы жылы мен понедельник, среда, пятница аптасына 3 күн үздіксіз плаванияға қатысатын болдым. Бұл да мен үшін бір үлкен жетістік.
Бұл жылы мен киім киіп үйрендім. Енді сіз үшін бір жай киім болып тұрған шығар, мен үшін мынау қазіргі мен үстіндегі киім, талғамымды өсірдім, жаңағы киім таңдап үйрендім. Тіпті менің уже таныстарым, құрбыларым, о, күшті киінетін болыпсың ғой, кербез деп айта бастады. Бұл да мен үшін жетістік. Сол секілді осы жылы қандай жетістіктеріңіз болды? Кәдімгідей өткен жылды еске алып, 2024-тің январынан бастап сторис салатын болсаңыз, инстаграмға кіріп, сторис архивтарын ашып, қарап, жетістік жазып шығыңыз. 1. Екінші, осы жылы қандай жағдайлар мен үшін бір аса маңызды болды? Мысалы, мен үшін биыл маңызды болған жағдай, менің әкем өзінің ұлының, енді мен бауырым ғой, үйлену тойына мені шақырды. Менің әкем тіпті менің үйлену тойыма келмеген, хотя біз Семейде тұрамыз. Мен де Семейдемін, папам да Семейде. Бірақ тойға қанша шақырғанымен келмей қойған. Алды ма енді білмеймін. Енді бауырым оған дейін жаңағы олардың үйінде қаншама той болды, мені шақырмайтын. Сөйтіп қаншама тойға шақырмай жүрген кезде мен уже ойлайтынмын, енді бауырым үйленсе шақырмайтын шығар, енді сондай, енді амандығымызды үзу, бірақ бөтен адам секілді болатынбыз. Сонда тойға шақырып, мынау менің қызым деп бүкіл туған туыстармен таныстырып, мен әкем жақтан қаншама аталарым бар, ағаларым бар, әпкелерім бар, әжелерім бар екен. Білмедім, бұрын папамды ғана танитынмын, бауырымды ғана танитынмын, апамды ғана танитынмын. Қаншама туысқандармен танысып, ол туысқандардың бәрі мені көріп таң қалып, ойбай, сен біздің туысқан екенсің ғой, біз сені блогер ретінде танимыз, біз сені инстаграмнан көріп, сөйтсем сен өзімнің сіңілім екенсің ғой деп, мысалы, қандай бір керемет таныстық. Бұл мен үшін осы 24-ші жылдың бір есте қаларлық жағдайларының бірі болды. Осы секілді бір маңызды ключевые моменты жазып шығыңыз. Мысалы, мен ойбай, жүзіктерім тақпаппын ғой. Тұрмысқа шықтым. Ұсыныс жасады маған тұрмысқа шығуға. Мен бұрын енді күйеуіме тұрмысқа шығып бала туып жатсам да, ол маған предложение бүйтіп тізерлеп, сақинаны ұсынып жасамаған еді, биыл жасады. Бұл да мен үшін ойбай, түшті 10 жыл бойы күткен күн болды, мысалы. Сол секілді ключевые моменты тағы бір жазып шығыңыз. Одан кейін сынақ. Үшінші сұрақ, бірінші этаптың үшінші сұрақ. Сынақтар. Қандай қиыншылықты сіз осы жылы жеңе алдыңыз? Қандай қиыншылықты бастан кешіре алдыңыз? Қандай сынақтар болды? Өте алдыңыз ба, өте алмадыңыз ба? Көтере алдыңыз ба, көтере алмадыңыз ба? Осы сұрақтарға жауап беріңіз. Мен үшін биылғы жылдың сынағы ол осы жұмыс барысында болды. Командаммен жаңағы 3 рет команда құрып, ол командада бірнеше проблемалар болып, жаңағы сөзге келісіп, басымыз сыйыспай, сондай бір жағдайлар болды. Және мен ойладым, ой, бұл қош, мен қолымнан келмейді ау команда болып жұмыс жасау, мен жалпы жалғыз жұмыс жасауға арналған адам шығармын, қойш осы курсты жасамай-ақ қояйыншы, қойш осын істемей-ақ қояйыншы деп қолымды түсіріп, ештеңе істегім келмей қалған сәттер болды, бірақ оған жеңе алдым. Сол секілді, енді денсаулық туралы менде сынақ болды, анаммен қарым-қатынастан сынақ болды, оның бәрін жеңіп реттей алдым. Сол секілді тағы да көз жүгіртіңіз, қандай қиыншылықтар болды. Бұл жерде тағы бір маңызды мәселе, құрғана осындай сынақ өтті емес, бір терең анализ жасап көріңізші, неге үйретті ол маған? Қандай жаңа мышлениямда, бір миымда жаңа ой қалыптастырды? Қандай жаңа өзгеріс алып келді менің өміріме бұл сынақ? Не нәрсеге үйретті? Осыған да мән берсеңіз, керемет анализ болар еді. 4-ші сұрақ, осы сынақтардан қандай сабақ алдым? Бұл да маңызды. Ақымақ адам ол бір қателікті өмір бақи жасай береді, және ол ақымақ адам болып есептеледі. Неге? Өйткені ол бір қателікті бір жасағаннан кейін, содан сабақ алып шығып екіншілей жасамау керек. Сондықтан 4-ші сұрақ, сен осы сынақтардан өткеннен кейін қандай сабақ алдың? Келесі жылы
осы сынақ қайтып айналып келген кезде сен соны жасамайтындай, сен басқаша көзқараспен қарайтындай. Мен команда туралы болғандықтан, мен командада түсінгенім, мен біреудің дайын командасына кірмеуім керек екен. Мен командаға адамдарды өзім келіп, өзім жинап алуым керек екен. Одан кейін бұл командада мені бұрыннан танитын, менің кім екенімді білетін, қандай құндылықтарым бар екенін білетін, соны түсіне білетін адам болғаны дұрыс екен. Сол секілді мені сондай вывод жасап шықтым. Сізде әрбір сол бастан өткен сынақтарыңыздан қандай сабақ алдым деген сұраққа жауап беріңіз. 5-ші этап. Осы жылда мен не үшін разылығымды білдіремін? За что я больше всего благодарна за этот год? Бұл да өте маңызды сұрақ. Өйткені шүкір етсең сен маған, тағы берем мен саған дейді Алла тағала. Шүкір ету деген сол разылық білдіру деген сөз негізі. Шүкір деген сөзді енді көбі шатастырып, қазір шүкір деген жарайды, пайдет, тәуба деп түсінетті. Негізі шүкір өту деген ол Аллаға шын жүрекпен, шын ниетіңмен разылық білдіру. Сондықтан осы жылы не нәрсеге сіз шын ниетіңізбен разылық білдіресіз, оны да еске алып жазып шығыңыз. Және осы жылы сіздердің алдарыңызда қандай адамдар кездесті, қандай адамдармен таныстыңыз, оны жазбаппын сұрақтардың арасында, бірақ соған да мән беріңізші. Өте маңызды. Адамның күні адаммен дейді. Бір адамдар бізге сабақ беріп кетеді, бір адамдар ренжітіп кету арқылы бір нәрсеге үйретіп кетеді, бір адамдар қолдау көрсетеді. Бәлкім біреуге рахмет айтпаған шығарсың, біреуден кешірім сұрамаған шығарсың, біреудің қарызын алып бермей қойған шығарсың деген секілді адамдарды да еске алып, қарыз адамдарың болса хабарласып, жағдайым болмай жатыр, қарызымды қайтарғым келеді, мен ұмытқан жоқпын, бірақ қайтара алмай жатырмын, ұят болса да кешір деген секілді адамның бір көңілінде бір жаман адам ретінде қалып қалмай, шынайы сөйтіп біреулерден кешірім сұрап, біреулерге керісінше алғыс айтып, сөйтіп осылай өткен жылға көз жүгірту деген этапты аяқтаймыз. 2-ші этаптың сұрақтары осы шаққа баға беру. Қазіргі өмірімді мен қаншаға бағалаймын? Істеп жатқан жұмысым ұнай ма маған, ұнамай ма? Қаншалықты көңілім толады жұмысыма? Отбасымда қаншалықты барлығы жақсы? Қаншалықты күйеуіммен қарым-қатынасым жақсы? Қаншалықты баламмен қарым-қатынасым жақсы? Ата-анаммен, бауырларыммен, ағайындарыммен, қаншалықты мен олармен жақсы тіл табысып жатырмын? Бір нәрсені жақсартуға бола ма? Бір нәрсені өзгертуге бола ма? Ойланып, көз жүгіртіп көріңіз. Мысалы, мен былтыр осы 24-ші жылы 9 ай бойы мамамен араласқан жоқпын. Біз енді өте бір сынақтардың біреуі болды деп айтсам болады. Бірақ осы жылы анамның мен өміріме бұрын араласатын ұнамаса, қазір сағынатынымды түсіндім. Одан кейін көз жүгіртіп, нен өзгерте алам деп, кішірейіп, кешірім сұрап, сөйтіп бір жылы қарым-қатынас құрып алдық қазір қайтадан. Енді осын айтқан кезде көбі ойбай сен психолог болып кімге ақыл айтасың деп айтатындарыңыз бар шығар. Неше түрлі жағдай болады. Енді психолог болғаннан кейін ол деген бір мінсіз адаммын деген мағына емес, бәріміздің де кемшіліктеріміз болады. Сондықтан енді мен де сіз сияқты кемшілігі бар адаммын, сөйтіп шынайы өзімнің болып жатқан нәрселерімен бөлісіп отырмын. Сіздерге де өзіңіздің осы қағазға жаңағы аудит жасап отырған кезде өзіңізбен де осы мен сіздермен қаншалық шынайы болып отырсам, өзіңізбен осыншалықты шынайы бола алыңыз деп. Одан кейін 2-ші сұрақ, семьяны айттым, денсаулығыма қаншалықты көңілім толады, қаншалықты мен мән беріп жүрмін өзімнің денсаулығыма, дәрумен ішем ба, анализ тапсырдым ба, жалпы қаншалықты мен өзім денсаулығым тексердім, оған да мән беріңіз. Ақша, қаншалықты мен табысыма көңілім толады, отношения, қарым-қатынас,
Қарым-қатынастың ішінде достармен, күйеуіңмен, жігітіңмен, балаңмен бәрі кіреді қарым-қатынасқа. Мән беріңіз. Хобби. Көбінде мынандай синдром отложенной жизни деген нәрсе бар. Қалаған, ұнаған нәрсесін жасаудың орнына қойш, келесі жыл істейміз, қойш, бір сәті болған кезде көреміз, қойш, менің оған жасым шығып кеткен деген секілді хоббиіңіз бар ма? Сіз бір нәрсені ұнатып, жасап көріп, істеп көріп, әлі жүріп қалған жоқсыз ба? Көріп атсыз ба? Нені қосқыңыз келер еді? Осыған да мән беріңіз. Өйткені бұл өмірге біз құр ғана бүйтіп пақайт етіп, бір құл болу үшін келген жоқпыз. Бізге Алла тағала керемет әлемді жаратқан, осы әлемнің ішінде керемет өнерді жаратқан, түрлі сұлулықты жаратқан, табиғатты жаратқан, және біз соны тамашалауымыз керек. Саяхаттаңдар, тіпті болмаса көрші ауылға саяхатта деген мен парақшамда бір өлеңім бар еді. Тіпті болмаса саяхаттау деген көрші ауылдан бастауға болады. Не обязательно шетел. Білмеймін енді. Алматыға кел. Алматыға шаман жетпей жатса, басқа бір өңірлерді қарап шық. Білмеймін, бір әулиелердің басын аралап шықшы, өзіңнің ауылыңда қандай жерлер бар. Бір ел айтып жатқан бір парк бар шығар. Яғни өміріңізді эмоцияға толтырыңыз. Өмірді максимально вкусно, мына өмірді сүріп өтетін адамдар бар дейді. Кешіп өтетін адамдар бар. Кешіп өтетіндер жаңағы бір сарынды бүйтіп өміріне ешқандай мән бермей бүйтіп фук деп өте шығатындар. Өмірді кешіп өтетіндер қатарынан болмаңыз. Өмірді барынша сезініңіз, сүріңіз, көріңіз. Сондықтан қандай хоббиіңіз бар, соған да мән беріңіз. Бұл әрбір салаға мән бергеннен кейін ол салада қалай болғанын қалайсыз, соны да жазыңызшы. Мысалы, менің жалғыз басты әйел болғаным ұнамайды. Қалай болғанын қалаймын, семьям болғанын қалаймын, ер азаматым болғанын қалаймын. Ол ер азаматтың жанында мен өзімді жаңағы ойбу, мынаның көңіліне қалай жақсам екен, ойбу, енді қайтсам екен деп уайымдайтын емес, спокойно, расслабленно, бүйтіп нарахат өмір сүретіндей, оның әрдайым мені қолдайтынын білетіндей, ол маған сенетінін, сенім артатынын сезетіндей, балама жақсы әке болатынына 100% сенімді болатындай, сондай ер азамат болғанын қалаймын деген секілді ұнамайтын нәрсені еске алсаңыз, обязательно қалай болғанын қалайсыз, соны жазыңыз. Көп адамдар прекрасно знают, чего они не хотят. Өзінің қандай тамақ ұнатпайды, қандай адамдар ұнатпайды, нені жақсы көрмейді, нені жек көреді, бәрін біледі да. Бірақ қалай болған қалайсың деген кезде көбі деп тупняк ұстап қалады, білмейді. Сондықтан бұл жерде сен қалай болған қалайсың, соған мән беру керек. Екінші этаптың екінші сұрағы. Өмірімнің қай саласына көңілім толады? Чем я довольна прямо сейчас? Жаңағы, қай нәрсеге мен ризамын, қуанам. Мысалы, мен қазір қуанам. Өстіп YouTube канал ашқаныма. Сіздерге видео түсіріп отырғаным ұнайды маған. Ішімдегі бүкіл ойларыммен бөлісе алам. Бұл YouTube каналды біреулер қарайды еще. Күтеді менің видеомды. Қарам, керемет. Я довольна этим. Мен разымын. Сондай салаларды еске алыңыз. Үшінші сұрақ. Қай салалар өзгерісті қажет етеді? Өміріңіздің қай саласын өзгерткің келеді? Ол туралы ойланыңыз. Өзгерісті қажет етеді деген кезде үйдің ішін бір аралап шығыңыз. Постеліңіз ұнамайтын шығар. Постель ауыстырыңыз. Орамалдарыңыздың сапасын ауыстырыңыз. Телефоның ескіріп кетті ма, оны да ауыстыр. Киімің ескіріп кетті ма, ұнамайтын киімдерің бар ма гардеробта, оны ауыстыр. Ұнамайтын адамдар бар ма сенің ортаңда араласқың келмейтін, олардан да арыл. Адамды ортасы өсіреді дейді, ортасы өшіреді дейді. Сондықтан өскің келсе, ортаңды ауыстыр. Қаншалықты сенің ортаң жақсы, қаншалықты саған молодец, давай деп айтып отырады. Оған да мән беріңіз. Төртінші сұрақ. Не нәрсе маған қуанышпен шабыт алып келеді? Оны да ойланыңыз. Мысалы, мен осы видеоны түсіру үшін жаңа бассейнге барып, 25 бассейн ары-бері жүзіп келдім. Мен суға түскен кезде, су кәдімгідей менің бір шаршағанымды, бір негативімді бәрін бастырылып тұрған бір шаршаңқы энергияның бәрін тазартып, бір жеңілдік сыйлайтын секілді. Сөйтіп,
бассейннен шабыт алам да мен келіп міне бассейнге шомылып сіздерге видео түсіріп жатырмын. Осыған мән беріңіз. 5-ші сұрақ. Қандай сезім мен эмоцияларды мен соңғы кезде жиі сезем? Бұл уже психологиялық тұрғыдан өзіңе есеп бергенге маңызды. Эмоциональный интеллект деген нәрсе бар. Көп адамдарда эмоциональный интеллект 0. Мысалы, менің бір танысым бар да, күнде жұмысында да қырылады бәрімен, күйеуімен де қырылады, бала шағасымен де қырылады. Бүкіл адамдармен анандай, сен неге үйттің, мына неге үйтіп тұрған жоқ, деп анандай ұрысып жүреді. Өзі байқамайды, постоянно раздраженность, эмоциясы раздраженность. Сондай бір раздраженный тонда өмір сүреді. Соған мән беріңіз. Менің парақшамда шкала эмоциональных тонов деген видео бар. Осы эмоциональный интеллектті білгіңіз келсе, сол видеоны қарап шығыңыз да, соңғы кезде қай эмоциональный тонда өмір сүріп жатсыз, соған көз жүгіртіңіз. Осымен біздің екінші этап аяқталады. Осы шаққа көңіл бөлу деп аталады біздің екінші этап. Үшінші этаптың сұрақтары. Үшінші этапқа ауыстық. Болашақты бағдарлау. Бұл кезде біз бірінші кәдімгідей отырып қиялдауымыз керек. Міне 25-ші жылдың соңы. Представьте, что қазір 2025 декабрь айы. 2025 декабрь. Міне жыл аяқталып жатыр. Мен өзім жылымды қалай елестетем. Так, жылдың соңында мен самолетқа киімдерімді жинаумен айналысып жатырмын. Өйткені мен 26-шы жылды Дубайда қарсы алмақшымын. Наконец-то күйеуімді, баламды алып Дубайда жаңа жылды қарсы алам. Бұл нәрсені армандап келе жатқаныма міне 3 жыл болды. Мен биыл өзімнің командама сыйлықтар сыйладым. Білмеймін, мен өзімнің командама турлар сыйладым. Вьетнамға, Таиландқа менің командам мүшесі болып, мен үшін осында еңбек еткеніңе рахмет деген секілді бар ғой. Біз осы жылы үй сатып алдық. Керемет ремонт жасадық ол үйдің ішіне деген. Кәдімгідей бар ғой, как будто бұл жыл уже аяқталып кетті. Келеді емес, уже бітіп кеткен секілді елестетіп, қандай нәрселер болған қалайсың осы жылы. Яғни 2025 жылдың қандай болғанын қалаймын деп, қазіргі шақтан ары қарай емес, как будто 2025 бітіп кетті, сен уже соңында отсың да, артқа қарай елестет. Түсіндің ба? Не вперед мечтаешь, а назад представляешь, как будто уже өтіп кетті. Өте мықты техника. Отвечаю, солай өтеді. Мен міне 25-ші жыл келетін кезде, мен андай салоннан шыққан биік машинаның үстінде бүйтіп деп жүрем деп елестеткем, шынымен де солай болды, понимаете? Поэтому вот в точь қалай елестетесіз, солай болады. Яғни финансовый тұрғыдан қандай жетістік, отношениядан қандай жетістік, денсаулық саласынан, хобби саласынан, жұмыс саласынан, қарым-қатынас саласынан қандай жетістіктер болғанын қалайсың, 25-ші жылдың соңын, соның бәрі болғанындай елестетіп жаз. Екінші сұрақ. Қандай мақсаттарға қол жеткізгім келеді? Әрбір салаға қатысты мақсаттарға жаз. Уже елестетіп болдың ғой, енді уже жазамыз. Үй, проект, мысалы мен қазір карта желания жасағым келеді қазақ тілінде. Блокнот жасағым келеді, адамдардың өзімен жұмыс жасай алатындай, сам себе психолог болатындай. YouTube каналды дамытқым келеді. Оның бәрін кәдімгідей мақсат ретінде жазып шығамыз. Үшінші сұрақ. Қандай әдетімді дамытқым келеді, өзгерткім келеді? Мүмкін жаман әдетің бар шығар. Мүмкін мен секілді темекі шегетін шығарсың, тастағым келеді. Темекі шегу тастағыңыз келсек, Ален Кар «Легкий способ бросить курить» деген керемет кітап бар. Осы темекі шегуді қойғысы кеп жүргендер болса, жазыңыздаршы. Сіздерге де арнап бір бөлек видео шығарайын, комментарийге жазыңыз. Одан кейін қандай әдеттерді қалыптастырғым келеді? Мен мысалы спорт залға үнемі тұрақты түрде барып тұруды қалыптастырғым келген, қалыптастырдым. Сол секілді қандай әдеттен арылғым келеді, қандай әдетті қалыптастырғым келеді, оны да жазып шық. Келесі жыл мен өзімді қалай сезінгім келеді? Қандай состояниемен өмір сүргім келеді? Оны да елестетіп, визуализация жасап, қиялдап, ғайыпқа самғап, елестетіп жазып шығыңыз. 5-ші сұрақ. Қандай білім алғым келеді?
2025 жылы жаңадан қандай дағдыны үйренгім келеді. Мүмкін сіз TikTok пен Instagramды жүргізіп үйренгіңіз келетін шығар. Оны үйренгіңіз келетін болса, менің курсым бар. Мысалы, мен осы жылға дейін осы TikTok пен Instagramды дамыту саласынан енді профессионал болып алдым. Менің шәкірттерім енді өзімнен асқан блогер болып жатыр қазір. Менен де көп олардың жетістіктері. Мобилография, видеомонтаж, миллион просмотр жинайтын контент құру, целевой аудиториямен жұмыс жасау, маркетинг, жаңа қалай сатамыз, қалай ақша жасаймыз, қалай подписчик жинаймыз, бәрін үйрететін сабағым бар. Жаңа 25 жылы жаңа білім алу деген мақсатың болса, менің курсыма қатыс. Осымен біздің 3-ші этап аяқталады. Енді 4-ші этап құндылықтарды айқындау деген этап. Осының сұрағы, бірінші сұрағы, мен үшін қандай құндылықтар маңызды? Құндылық деген түсіндірдім ғой, денсаулық, мысалы, мен үшін денсаулығым маңызды, мен үшін отбасым маңызды, мен үшін менің жаңағы жұмыс істей алатын қолымның бос болуы маңызды, мен үшін ақша маңызды деген секілді құндылықтарыңызды жазып шығасыз. Екінші сұрақ, не үшін бұл құндылықтар мен үшін маңызды? Неге? Бұл да бір кәдімгідей отырып ойланатын сұрақ. Неге мен үшін отбасы маңызды? Неге маған денсаулық керек? Неге маған ақша керек? Осы сұрақтарға да ашылып жауап беріңіз. Неге маған отбасы керек? Өйткені мен отбасым бар кезде өзімді уверенно сезінем. Потом баламның тәрбиесіне көңілім тоқ болады. Мен баламның бақытты тұлға болып өсетініне сенімдімін. Мен баламның бақытты тұлға болу үшін мен үшін отбасы маңызды. Деген секілді сұрақ. Кажды құндылыққа не үшін екенін жазып шығасыз. Үшінші сұрақ, осы 2024 жылы менің қай әрекеттерім осы құндылықтарыма сәйкес болды? Мысалы, менің отбасы құрғаным отбасы құндылығыма сәйкес болды. Мысалы, менің осы үйде балама қарайтын няня жалдағаным менің еркін жаңағы жұмысқа берілген әйел, жаңағы свободолюбивая такая, зарабатывающая на движнике женщина деген құндылығыма сәйкес келді деген секілді көз жүгіртесіз. Әрекеттеріңіз, қай әрекеттеріңіз құндылықтарыңызға сай болды. Төртінші сұрақ, қай жағдайларда мен өз құндылығымды бұзып жатқанымды, өз шекарамды бұзып жатқанымды сездім? Ондай да жағдайлар болады, где мы нарушаем свои ценности, өзімізге өзіміз қарсы шығып, өзіміздің құндылығымызды өзіміз бұзып жатқан қандай жағдайлар болды осы өткен жылы? Оған да мән беріңіз. Одан кейін 5-ші сұрақ, қай құндылықтар маған шешім қабылдауыма, дұрыс шешім қабылдауыма көмектеседі? Мысалы, айттым ғой, 24-ші жылы мен отбасы деген құндылықты қалыптастырдым өзіме, және ол құндылығым маған осы күйеуіммен қосылуыма, шешім қабылдауыма өте қатты көмектесті. Сол секілді, қай құндылық маған көмектесе алады осы келешек жылда деген сұраққа жауап беріңіз. Енді 5-ші этап. 5-ші этап осы алдағы жылға задача дейді ғой, мақсаттан бөлек біздің кішігірім бір мақсатик деген нәрселеріміз бар. Задача деген енді орындайтын жоспар, иә? Мақсат деген бөлек, оның қадамдары болады. Вот осы қадамдарды жазып шығуға арналған 5-ші этап. Бірінші сұрағы, дәл қазір мақсаттарыма жету үшін қандай қадамдарды жасай аламын? Мысалы, кербездің курсын өте алам, TikTok, Instagramды жүргізіп үйрен алам, мобилографияны жасап, мен өзіме дополнительный табыс көзін жасап шығара алам. Подписчик жинай берсе, мен ертең бір нәрсені сатумен айналысып кетпекші болсам, менің подписчигім бар болады. Сөйтіп, мен өзіме дополнительный табыс көзін аша алам деген секілді. Отбасы, күйеуіммен қарым-қатынасты жақсарту үшін мен психологқа жазыла алам. Баламның білімін жақсарту үшін мен оған жақсы репетитор тауып бере алам. Тіл шықпай жатыр ма, жақсы логопед тауып бере алам деген секілді кішігірім қадамдарыңызды жазып шығасыз. Екінші сұрақ. Қандай кішігірім жетістіктер менің дұрыс келе жатқанымды маған көрсете алады? Өйткені мақсат ол биік бір алыстау болуы мүмкін. Сондықтан сол дұрыс келе жатқаныңды анық сезінетіндей бір кішігірім бір пункттар болады.
Дұрыс келе жатыр екен, иә? Деп. Мысалы, мен биыл Инстаграмда 50 мың подписчик болған қалайтын. Былтыр менде 30 мың болып тұрды. 2024 кірер алдында 30 мың болған, бір жылдың ішінде 20 мың оқырман жинадым. Демек мен дұрыс келе жатырмын. Демек мен өсіп келе жатырмын деген секілді. Сондай бір пункттарды белгілеп алыңыз. Үшінші сұрақ. Өз мақсаттарыма жету үшін маған қандай ресурс қажет? Мен энергияны қайдан алам? Не нәрсе маған қуат береді? Осы жерде егер сіз жұмыс жасап, ақша тапқыңыз келсе, мынау делегирование деген нәрсе бар, иә? Бала шағама қарайтын бір адам болу керек. Демек мен үй жинап ыдыс жуа бермеуім керек. Үй жинап ыдыс жуатын бір көмекші қажет деген секілді ресурс болу үшін, менде энергия болу үшін мен қыдырып тұруым керек, моншаға барып, массажға барып, демалып тұруым керек деген секілді ресурсты энергияны қайдан аласың, оны да ойланыңыз. Төртінші сұрақ. Мен осы мақсатқа жету жолына кімнен көмек сұрай алам? Кімнен білім ала алам? Кім маған кеңес бере алады? Кім маған ақыл айтады? Мысалы, менің негізгі осы мамандықтарымның оқып атқан курстарымның бірінде коуч по целеполаганию деген мамандығым бар. Яғни сен именно мақсатқа жету барысында четко мақсаттарыңды қойып, соның ішіндегі бір кедергілермен проработка жасап, психологический травмаларыңмен, жаңағы кедергі, қорқыныш, может сенімсізсің өз-өзіңе, проработка жасап, кәдімгідей осы мақсатқа жету барысында плотно өзіңмен жұмыс жасағың келсе, сен менің көмегімді ала аласың. Менде 1 айлық наставничество бар, именно мақсатқа жету. Именно осы мақсатқа жету деп аталады, но это больше, знаешь, мышленияны кеңейту, самосовершенствование бар ғой. Мышленияны өсіріп, дұрыс әрекет құрастырып, сол әрекетті жасау арқылы бір өміріңді жақсы бір дәрежеге, жақсы бір деңгейге шығаруды мен үйрететін адамын. 1 айлық наставничествомды ал, болмаса 1 күндік 1 сағаттық консультациямды ал, 2 сағаттық консультациямды ал деген секілді. Кім саған осы салада, осы жолда көмек бере алады? Соны ойлан. Және 5-ші, мен өз жетістігімді қалай санап есептеп отырам? Прогрессімді. Мысалы, я вам рекомендую күнделік жүргіз. Күнде жазбасаң да, аптасына 1 кіріп, осы аптада мен осын істедім, молодец, мынандай жетістік алдым, маған мынау рахмет айттым, мына жерде мынанша ақша түсті деген секілді жетістіктеріңді жаз. Міне мен мысалы 1 ай болды спортпен айналысып жүрмін, міне мен тренировкаға 1 ай болды үзбей бардым деген секілді прогресстеріңізді жазып отыратындай бір блокнот арнаңыз. Мінекей, осымен біздің өткен жылға есеп беру процесі аяқталды. Видео ұнаса обязательно комментарий қалдырыңдар. Комментарий арқылы мен сіздерге пайдам тиіп атқанын көретін болам, білетін болам, және осындай керемет құнды тегін сабақтарды әлі де сіздерге шығарып отыратын болам. Назар аударғандарыңызға рахмет. Парақшама тіркеліңіздер, лайк басыңыздар.